Сәлем достар, бүгін сіздермен Forever компаниясындағы Fields of Greens немесе зеленые поля зелени деп аталатын, қазақшаға аударғанда көк шалғын деген мынадай продукциямен танысатын боламыз. Оның құрамында 80 таблетка болады. Бұны не үшін керек десеңіздер, қартаюдың алдын алуға көмектеседі, тіс, шашты берік етіп, сонымен қатар бетке егерде безеулер, яғни угревая сыйып шыққан кезде олардың тезірек кетуін жеңілдетеді. Сонымен қатар стрессті жағдайларда және жаралар тезірек жазылып, шырыштық қабаттарды қалпына келтіруге қатысады. Құрамында цинк, витамин Е және селен бар. Сол себептен бедеулік және менструация алдындағы ауырсынулар болса, ер адамдарда импотенция және гормональды бұзылыстар болған кезде соларды қайта қалпына келтіру үшін негізгі емге қосымша ретінде қоса отырып пайдалануға болады. Мыңдаған жылдардан бері шөптер, зелень, көкөніс дегендер біздің рационымыздан үзілген емес. Себебі олардан алынатын макро-микроэлементтер, витаминдер өте көп. Және олардың пайдасы туралы айтып тауысу мүмкін емес. Бүгінгі күні ауылдағыдай есік алдынан үзіп алып жеу өте сирек кездеседі. Сондықтан да Forever компаниясы осы кемшіліктің орнын толтыру үшін көк шалғын, яғни үлкен поляда өсіп жатқан жас шөптерден жасалған мына өнімді шығарып отыр. Негізі әр өсімдіктің жапырағында витаминдер максималды кездесетін белгілі бір уақыт болады. Мысалы, кәрі адамдар мен жас балаларды салыстыратын болсақ, жас балалардың ерік жігері, жалпы организмі күшті болып тұратын секілді, көкөністердің де сондай күшті болатын кезеңінде оларды жинап алады, яғни өте жас өсімдіктерді жинап алады да, оларды кептіреді, ұнтақтайды және мынадай таблетка түрінде шығарады. Сонда жас шөптердің бойында не кездеседі деп ойлайтын болсаңыз, оның құрамында ең бірінші айта кететін нәрсе ол бета-каротин. Кімнің терісінде дақтар пайда болып құрғап кететін болса, ол бета-каротиннің жетіспеушілігінің белгісі болып саналады. Сондықтан да тері пигментациясын реттеп, ылғалдандырып отыру үшін әр организмге бета-каротин белгілі бір мөлшерде түсіп отыруы қажет. Сонымен қатар, олардың құрамында фолий қышқылы, әртүрлі амин қышқылдары, белоктары бар. Олар сперматозоидтардың ұрықтандыру қабілетін арттыруға қатысады. Полиазелени құрамындағы ерекше құрам бөліктердің бірі ол пикалинат хром, ол көмірсу май алмасуын реттейді. Ішек моторикасын жақсартып, іш қатулардың алдын алатын тағамдық талшықтарға бай. Енді ішінде қандай жас шөптер бар деген сұраққа келетін болсақ, ең бірінші чили бұрышын айтуымызға болады. Оның құрамы темірге бай, анемия кезінде темір деңгейін қалыпқа келтіруге көмекші. Темірдің сіңімділігін арттыру үшін осы полиазелениге қоса алоэ вера гелін және витамин С-ны ішетін болса, ішектер арқылы темірдің сіңімділігі артады. Келесі өсімдік ол люцерна. Люцерна деген тамырын 50 сантиметрге дейін жайып, топырақтан көптеген минералдарды бойына жинайды. Американың зерттеу институттарының жұмысына сүйенетін болсақ, люцерна артрит, колит, язва, сонымен қатар анемия, остеопороз кездерінде өте пайдалы. Бойында хлорофилл көп, сондықтан да өкпе қабынулары, тыныс алу жолдарының қабынулы ауруларының алдын алуға көмектеседі. Біз үшін өте танымал арпа жайылды айтқым келіп отыр, ол да кездеседі полиазеленидің құрамында. Енді шығып келе жатқан жас арпалардың жасыл шөптерін жинайды. Одан кейін оның ішінде ерекше антиоксидант бар, мықты. Ол кез келген өсімдіктің құрамында кездесе бермейді. Ол гликозилезавитексин деген антиоксидант. Бұл антиоксидант асқазан ішек жолдарының бойындағы онкологиялық аурулардың алдын алу үшін қажет. Сонымен қатар бидай бар бұның ішінде. Енді шығып келе жатқан, жасыл болып көтеріліп келе жатқан бидайларды алады. Зерттеулерге сүйенетін болсақ, осындай 5,5 килограмм жас бидайдың жасыл шөптерімен оның құрамында кездесетін витаминдер 130 килограмм көкөністе кездесетін витаминдермен тең екен. Сонымен қатар оның құрамында витамин Е бар, селен бар, цинк бар. Ол гормональды бұзылыстарды бедеулік кезінде қосымша қабылдау үшін көмекші болып саналады. Айта кететін нәрсе, бұл ақпараттардың барлығы Forever компаниясы ұсынған мәліметтерге сүйеніп беріліп отыр. Сондықтан да егер ішкіңіз келетін болса, дәл сіздің жағдайыңызда полиазелениді қабылдау туралы жеке консультантыңыздан кеңес алыңыз. Егер де құрамы жайлы сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге қалдырып сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін.